Қайырлы күн достар. Бүгін томат шырынында дайындалған пайдалы кешкі жеңіл ас дайындайтын боламыз. Әуелі қызып тұрған табаға май қойып, тауық қанатшаларын салып қуырамыз. Оның үстіне туралған пияз бен сарымсақты саламыз. Барлығын араластырамыз. Тұз себеміз, қара бұрыш қосамыз. Араластырып алған соң, туралған сәбізімізді қосамыз. Біраздан кейін картопты, жас жүгеріні турап қосамыз. Барлығын бір келкі араластырамыз. Содан соң цветная капустаны қосамыз. Қозғап араластырып отырамыз. Сосын туралған болгар бұрышын қосамыз. Көкөністер мен тауықты бұқтырып жатқан кезде 3-4 қызанақты турап блендерге салып шырын дайындап аламыз. Дайын болған томат шырынын қазанымызға құямыз. Қазанның қақпағын жауып жарты сағаттай бұқтырамыз. Міне достар, томат шырынындағы пайдалы кешкі жеңіл асымыз дайын болды. Өте дәмді әрі хош иісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Әрдайым сымбатты көрініп, денсаулығым мықты болсын десеңіз, ас мәзіріңізге пайдалы тағамдарды енгізіңіз. Ол денсаулықты жақсартуға көмектеседі, адам ағзасына оң әсер етеді және дене салмағын қалыпты ұстауға септігін тигізеді. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазып лайк қоюды, комментарий жазып ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.